5 сынып әдебиет сабағы егіннің бастарынан басталды 3-ші тоқсан. Мен ең алдымен Ахмет ұлт ұстазы фильмін балаларға көрсетуден бастадым сабақты. Себебі ең алдымен ұлт ұстазының халыққа қаншалықты қызмет еткенін балалар білу керек деп ұйғардым. Үй жағдайында балалар бұны көрмейді. Көрген күннің өзінде ол шала орындалады. Осында басқан ізімізден жеткізіп жүрген біреу бар ау деймін. Мүмкін. Аха. Бәрі де мүмкін. Сабақ аяқталып қалды, сондықтан мен сұрақ қояйыншы. Бірінші күні көргенде осыншалықты қызық болды ма? Осылай тыңдадыңдар ма? Аха. Ал бүгін неге тыңдап қалдыңдар? Бірақ адам, Ерсұлтан. Себебі біз кеше көргенде ол бізге таныс емес кино болды, ал бүгін біз оны танып, ол кино бізге өте қызықты болды. Бір шапалақ. Тағы да басқа жоқ. Айтпаған ой, Алтынай. Біз осы кинодан өзімізге факттар алдық. Бинго, факт. Аха. Ал егер де мен бүгін сабаққа келе салып, кешегі көрген кино бойынша 10 факт жаза қойыңдар деп айтпасам, бүгін дәл осындай фильтр қызметінде әр нәрсені сүзіп, түртіп алып, жазар ма едіңдер келбет? Жоқ. Осылай тыңдар ма едіңдер? Жоқ. Сондықтан 10 факт бізге керек пе екен? Иә, соның арқасында біз біраз білімді жинақтадық. 10 факт жазған бала бар ма еді? Аха. 10 факт кім жазды? Жоқ, бағана бірінші басында сабақты кешегі бойынша. Саида, иә, тұра ғой орнынан. 10 факт жаздың, неше бал алдың? Аха, отыра ғой. Әр факт неше бал? 1 бал. Бізде неше факт жинаған балалар бар? 2 мен 10 факт аралығында, иә? Жақсы, әрі қарай біз жалғастыратын боламыз. Одан кейін міндетті түрде егіннің бастарына тоқталамыз. Ал қазірше бір-екі сұрақ. Қазақты не болып оятқысы келді? Алия? Өте жақсы, маса болып оятқысы келді. Ал мына жерде жаңа біз түрмеде нені көріп қалды? Жылан. Аха, жылан. Ал түйме деп айтамыз. Өте жақсы. Ол халыққа қауіпті. Аха, өлең жолдарында солай келтірді, иә? Жалпы біз мына жерде ақ пен қараның тартысының, жақсы мен жаманның арасындағы тартысты да көрдік. Жақсы балалар, сәттілік, әрі қарай жалғастырамыз.